Сәлем достар, бүгін үгітілмелі қатпарлы қамырдан жасалатын дәмді самсалар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге 500 грамм ұн, 200 грамм сары май, 3 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 100 грамм қаймақ керек болады. Електен өткізілген ұнымызға тоңазытқыштан шыққан сары майымызды салып, езгілеп крошка дайындайтын боламыз. Кейін бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды, тұзымызды және қаймағымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Екі массаны біріктіріп, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 5 минут көлемінде біріктіріп илеп аламыз. Ыңғайлы пластилин сияқты қамыр шығады. Қамырымызды илеп алғаннан кейін міндетті түрде 15 минутқа бетін жауып тындырып аламыз. Он 15 минут өткен соң қамырымызды алып, ұнның көмегімен жұқа етіп қамыр жайып аламыз. Ертілген сары майымызды қамырымыздың бетіне барлық жеріне жағып шығамыздағы тығыздап орайтын боламыз. Оралған қамырымызды міндетті түрде салафанға салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып аламыз. Дайын қамырымызды алып, бөліктерге бөліп, осылай етіп басамыз. Одан кейін ұнсыз жаямыз. Начинкасына өз қалауларыңызбен сала бересіздер. Менде туралған етпен пияз және сәбіз салдым. Салмасын салып, екі жағын біріктіріп, видеодағындай түйетін боламыз. Егер сіздер видеодағындай түйе алмайтын болсаңыздар, өз қалауларыңызша түйе беруге болады. Дайын болған самсаларымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак себуге болады. Қызып тұрған 180 градус пешке салып 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне самсаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте іші сондай сочный, дәмі керемет болып шығады. Ас болсын. Жасап көріңіздер.